Сәлем достар, планетамыз әртүрлі қызықтарға толы. Антикитера механизмі және Войнич манускрипті сияқты жұмбақ артефакттардың өзі ғалымдарды тығырыққа тіреуде. Ал жерде одан басқа да өте жұмбақ, түсініксіз, тылсым нәрселер көп екенін білесіз бе? Бүгін біз солардың бірнешеуімен таныстырып кететін боламыз. Ал сіз арнаға қолдау ретінде видеоға лайктарыңызды баса отырыңыздар. Назка шөліндегі суреттер. Перу шекарасынан 450 км қашықтықта орналасқан Назка шөлі өзінің түсініксіз суреттермен және кескіндермен танымал. Ол суреттер жерден қарағанда білінбейді, тек әуеде ұшақтан не болмаса ғарыштан қарағандағы суреттерден аңғаруға болады. Суреттердің алып жатқан аумағы таң қалдырады. Мысалға, калибриге ұқсас мына бір суреттің ұзындығы 100 метрден асады. Ғалымдар Наскадағы суреттердің ежелден бері келе жатқандығын айтады. Тіпті кейбірі инктер келместен бұрынырақ та бұл суреттер болған деп айтады. Қазірдің өзінде шөлден 30 жан-жануарға және адамдарға ұқсас суреттер, 700-ге жуық геометриялық фигуралар және 12 мыңнан аса түзу сызықтар табылған және байқалған. Таңғаларлығы, геометриялық фигуралар мен түзу сызықтар симметриялы түрде математикалық дәлдікпен салынған. Ал бұл перулік суреттердің ең қызықтысы, бұл суреттердің кім және не үшін салғаны белгісіз. Антарктидадағы пирамидалар. Гизадағы пирамидалар өздерінің таңданарлық биіктіктерімен таңғалдырады. Адамдар арасында әлі күнге дейін бұл пирамидаларды адамдар салған дегенге күмән бар. Пирамидалар негізінен Африкада ғана емес, сондай-ақ оңтүстік және солтүстік Америкада, тіпті Азияда да табылған. Бірақ Google карта арқылы байқалған мына Антарктида пирамидалар желіні шулатқан болатын. Негізінен 3 пирамида табылған болатын. Барлығы да Гизадағы пирамидалар сияқты дәлме-дәл өлшемдермен салынған дейді. Әзірше кім салғаны және не үшін салғаны ешкімге белгісіз. Кейбіреулер бұл римдіктердің әйгілі жоғалып кеткен Атлантида қаласының орны десе, уфологтар жат цивилизация қалдырған дейді. Римдік додекаэдрлар. Ғалымдар бұның да не екенін білмейді. Бұл тылсым артефакттар ежелгі галло-римдік ауылдардың орнынан табылған. Осындай жүздеген додекаэдрлар табылған болатын және Еуропаның түкпір-түкпірінен, тіпті Англиядан және Венгриядан, көбісі Германия мен Франция аумағынан табылған. Тіпті Вьетнамнан да алтын додекаэдрлар табылған болатын. Негізінен додекаэдр дегеніміз осындай 5 бұрышты 12 жағы бар металдан қоладан жасалған объект. Қоладан жасалған додекаэдрлардың көбінесе тескішелер болады, ал кейбір додекаэдрлардың әртүрлі өрнектері бар. Бұл додекаэдрлардың ешқандай тарихи жазбаларда кездеспегені үшін ғалымдар бұлардың не үшін пайдаланғанын әлі күнге дейін анықтай алмай жатыр. Мүмкін діни қызметкерлер қолданған немесе жай ғана ойнау құралы, әзірше белгісіз. Пери Рейстің картасы. 1929 жылдары Түрік сұлтанының Топкапыдағы сарайын реттеу барысында мына бір карта табылған болатын. Бұл 1513 жылы жасалынған түрік адмиралы Пери Рейстің әлем картасы болатын. Карта Африканың шетін және батыс Еуропаның дәл кескінде енді отарлана бастаған оңтүстік Американы дәл өлшемдермен көрсетеді. Тіпті оңтүстік Американың кейбір географиялық бедерлерін соның ішінде анықтауына ұқсас мына бір тауды кескіндейді. Тіпті континенттің оңтүстігінде Фолкленд аралын да көруге болады. Ал өздеріңіз білетіндей Фолклендке ол кезде еуропалықтар әлі жете қоймаған болатын. Ал ең қызықтысы, оңтүстік Американың астынан Антарктидаға ұқсас бедерлерді де табуға болады. Ал Антарктидаға адам аяғы ең алғаш 19 ғасырда ғана басылған болатын. Сонымен видеомыз аяғына жетті. Егер ұнаса лайктарыңызды басып кетіңіздер. Әрбір лайк видеоның арасын тездетуге сеп болады. Оған қоса Скаврон арнасының ВК және Инстаграм әлеуметтік желілеріндегі парақшаларына тіркеле кетіңіздер. Сілтемесі сипаттамада болады.